Бүгін тыныш жүрсіз ғой? Мүлдем естілмейсіз, көрінбейсіз. Сондай, 3 күн болды сөйтіп жүрген ме? Индира кеткелі ма? Настроение. Қалай сыртта кездесіп жүрсіздер ма? Әрине күнде жолығамыз. Ұрыс ештеңе болып жүрген жоқ па? Біткенін күтіп жүрмін эфир ше. Короче, күнде келем, біткенін күтемін де Индираға асығам болады. Сондай болады. Бекзат, сізге сұрақ. Сіз пластикалық ота, жалпы қыздар бір бетке өзгеріс енгізсе қалай олайсыз? Жоқ па? Ал жігіттердің ше? Жігіттердің емін не істеу керек ма? Ботокс деген сияқты. Жоқ, ботокс деген келмейді енді. Кейбір кезде мүмкін эфир үшін, иә? Кейбір нәрселер алып тастау керек болса, если можно деген сияқты. Эфир үшін? Эфир үшін, иә. Басқа ештеңе үшін емес. Әйтпесе жасамаймыз ғой. Кім үшін істеуге болады? Иә, әрине эфир үшін. Мысалы, эфирде көрдік та өзімізді ше, қысқансыз болып көріп жатса, сізден біліп тұрмын, не айтып жатқаныңызды. Мына жерге салып жатқанымыз бар енді. Ол укол ғой? Ол просто укол. Укол, яғни айтқанда лечение дейді ғой, ем деген нәрсе, ол мен салдырғанымыз. Сіз қызға айтып алдамайтын шығарсыз, лечение деп қойып. Лечение ғой, не болыпты? Ол кәдімгідей бір жасарту мақсатында жасалатын нәрсе ғой. Қазір әдемі болып тұрмын ба, сен қалай? Енді жалпы одан бұрын да сондай болғансыз. Жоқ, кішкене өзгеріс бар мына жерде ше. Ол Өзіңізге ұнап жүр. отаға вообще келмейтін нәрсе деп Жоқ, ойлаймын. өзгерту, бетке өзгерту. Өзгеріс жоқ. Өзгеріс онда. Бір ерін жасатады ғой мысалы. Жоқ. Қазір мысалы жігіттер ерін де жасататын болған. Енді ол шлей ғой. Онда эфир үшін жасамайсыз ба? Жоқ, Индирамен мысалы осы жөнінде бір пікірталас болып қалған бізде осы 2-3 күн бұрын. Не жасатқысы істетем дейді. Ойбай. Ерін істетем, қояйын алайын дедім, ерін істеткен не істеп қалдым. Әп-әдемі ғой, иә? Өзің ерін әдемі ғой. Негізі өзіңізге бетіңіз қазір ұнап жүр ма мысалы эфирде? Өз-өзіме ұнаймын ғой. Қазір жақсы. Краш. Краш демей ақ қояйын, Аллаға шүкір өз-өзіме ұнаймын. Қалыңыз қалай? Жақсы өздерің қалайсыздар, амансыздар? Жақсы. Ринат, сіз пластикалық отаға қалай қарайсыз? Қыздардың жасататын. Бір ерін жасатса, көзін Ондай жасатса. вообще мен қарсымын негізі. Ботокс бәрі бар ғой ішінде. Ондай қарсымын. Андай ғой, Алла тағала адамға түрлі берген таңдап бермейді ғой. Или 100 түрді таңдап алмайсың. Қандай сені қылып жаратты, Алла сондай болып барған. Қазіргі таңда негізі қыздар ғана емес, ұлдардың да ботокс жасау. Бізде бар ғой ондайлар. Бекзат, анау алтынолдың Әділ деген. Ботокс түткендер ғой. Қарсымын мен негізі. Істеден болса мұнан бәрін істетпеймін бе, ботоксты бүйтіп. Мен де тәттақ болып жүрмеймін ба? Ол жасанды түріне керек. Қанша істесең де әдемі болмайсың дейді сізге. Оттай береді ғой, Нұржан өзінің красавчаны дейді. Бір өзі әдемі сияқты. Соны айтамын. Торғайдың балапаны сияқты өзі. Бекзат, қалай? Мына жақта кім лишний деп ойлайсыз? Сондай болсаң. Ағырға тұр кетті десең. Айжан айтады, Нұржан жақсы жігіт дейді. Нұржан айтады, хорошо, сенің де маған тамақ пісіріп алып кел, мен саған иә деп айтамын. Жоқ, ойланып көремін дейді. Ойланып көреміз үйдегілермен ақыл. Жеп, содан кейін көремін деп. Жарайды, көресіздер оны. Нұржан, сіз қыздардың табиғи сұлулыққа бір өзгерістер енгізгенге қалай қарайсыз? Табиғи болған дұрыс қой жалпы. Бір ақырке бір күн келіп, ерін жасатам десе. Жасатпайды ғой. Сізде ештеңе жоқ па? Бетіңізде? Табиғisi. Кірпікте, ерінде, тырнақты ештеңе жоқ. Не деген? Бірақ мен ботокс істетем, маңдайға. Сіз істеткенсіз ба? Істету керек болып жүр сонда, маңдай мышцы болып барады. Осы жерден, давай, пока. Қалайсыз, Лаура? Көңіл күйім бүгін андай бір түрлі, бір слабость, погодада менде осындай болады деймін. Біздің жарылқасушымыз солай жүрген сияқты. Ауырайын деп. Білініп жатыр екен, мен ет жемегеннен кейін гемоглобин бірдеңе түсіп кетті сияқты өзім бір сезініп жатырмын. Жазылып келдіңіз. Лаура, сіз қыздардың бір пластикалық ота жасатқандарына қалай қарайсыз? Жалпы мен жақсы қараймын, бірақ мен өзіме ешқашан жасатпаймын. Сіз көз ерін жасатқан дедіңіз? Еш жерім жасамаймын. Қасымда да. Табиғи, иә? Иә. Бірақ осы суббота күн жасатқым келіп жатыр, сол қасым кішкене қостырғым келіп жатыр, бірақ мен қарсы емеспін, бірақ өзіме жасатпаймын ешқандай пластикалық. Бірақ сізде татуировкаларыңыз бар, иә? Менде татуировкалар бар. Қанша татуировка бар? 4 ғой, мына жерінде бар, мына жерінде кішкене. Қазір өкінетініңіз бар ма осы жасалған? Удалить етпеймін, өшірмеймін. Гауһар ханым, қалайсыз? Жақсы.
Сіз бір үлкен буын ретінде бір ойыңызды айта кетсеңіз, қыздардың пластикалық ота жасатқанына қалай қарайсыз? Немесе бір жеңіл желпі, мысалы ерін, көз деген сияқты? Бұл жағына қарсы емеспін, жақсы қараймын. Егер өзіне ұнап тұрса, жасата берсін, бірақ артық болмау керек. Ал сізде бар ма сондай бір өзгерістер? Менде бар. Мен мысалы қасым менің татуаж жасалған. Көзімнің үстінде татуаж бар. Ай сайын кірпік істетеді. Одан кейін қысты күні мен броу лифтинг жасаттым. Жаңа қастың астынан артық терін алдыру. Ерінші? Ерімде кішкене болған. Ол нәрсені қыздардың әшейін өз-өзіне қарауы деп не істей аласыз ба? Жатқыздыра аласыз ба соны? Негізі өз-өзіне қарап жүрген дұрыс. Кішкене кемшілдеу жерлерді толықтырып тұрғаным дұрыс.